Көлік құралы бойынша қате мәліметті қалай түзетуге болады? Осы олқылықтың орнын толтыру үшін Мемлекеттік кірістер комитеті жақында e-салық мобильді қосымшасында көлік құралы бойынша қате мәліметті түзетуге болатын функцияны іске қосты. Қосымшаны App Store не Play Market'тен жүктеуге болады. Түзету енгізу үшін келесідей қадамдарды орындау қажет. Әуелі мобильді қосымшадағы салық әмияны сервисіне кіру керек. Одан соң салық салу объектілері бөлімін таңдайсыз. Келесі қадам түзетуге өтініш бөліміне өту. Көлік құралы бойынша қате мәлімет туралы хабарлау бөлімін таңдау. Тізімнен өтініш түрін көрсетесіз. Өтінішті 4 негізгі санат бойынша беруге болады. Мәселен, қате есептелген көлік салығы. Одан кейін көлік түрін таңдайсыз. Төменнен сіз қате толтырылған деп санайтын ақпаратты белгілейсіз. Мысалы, қозғалтқыш қуаты. Қажетті түзетуді енгізген соң, ақпаратты жаңарту үшін міндетті түрде байланыс нөміріңіз бен тізімдегі өкілетті органның бірін таңдап өтінішті жібересіз.